Сіздермен достар, бүгін біз 671 есепті шығарамыз. Біріншісі, тиын шамамен 6 жыл тіршілік етеді. Бұл қоянның тіршілік етуге тиісті жасының 5-тен 3-іне тең. Қоян неше жыл тіршілік етеді? Енді дәптерге шығарайық. Біріншісін. Біз бұл жерде 6-ны бөлеміз 5-тен 3-ке. Енді біз ережеге бағынумен 6-ны көбейтеміз. Яғни бөліндіні көбейтіндіге айналдырамыз. Және 5-тен 3-ті 3-тен 5 кері санға айналдырамыз. Енді қысқартатын сандарды қысқартамыз. 3-ті қысқартсақ, 3-ті 3-ке қысқартсақ 1 шығады. 6-ны 3-ке қысқартсақ 2 шығады. Сонда 10 шығады. Енді екіншісін шығарамыз. Екіншісінде қант қызылшасының 20-дан 3 бөлігі қантқа айналады. 12 тонна қант алу үшін неше тонна қант қызылшасы керек? Біз екіншісінде де осындай біріншісі сияқты істейміз. Ол үшін 12-ні 20-дан 3-ке бөлеміз. Енді 12-ні көбейтеміз 3-тен 20-ға. 3-ті 3-ке бөлсек 1 шығады, 12-ні 3-ке бөлсек 4 шығады. Сонда жауабы 80. Енді үшіншісін шығарамыз. Жердің бірінші жасанды серігінің жерден ең алыс қашықтығының 5-тен 2-сі 380 километрге тең. Оның жерден ең алыс қашықтығы неше километр? Біз ол жерде 380-ді 5-тен 2-ге бөлеміз. 380 көбейтілген 2-ден 5. 2-ні 2-ге бөлсек 1 шығады. 380-ді 2-ге бөлсек 190 шығады. Енді 190-ды 5-ке көбейтсек 950 километр болады. Сонда жерден ең алыс қашықтығы 950 километр екен. Біз 3 есепті шығарып болдық. Онда сау болыңыздар.